Балалар, бері қараңдаршы. Менің сендерге айтар жақсы жаңалығым бар. Қандай? Бізге тағы тест тапсыратын шығарсыз? Жоқ асыл, бұл жолы тест емес. Бұл жолы нағыз саяхат болады. Бұл жерге барамыз ба, аквапарк па? Әлде Гүлбану апай бізді шөлге алып кетіп, тарихты тану үшін жер қаздыра ма? Ешқандай шөл де емес, ешқандай аквапарк де емес. Осы жолы нағыз ғылыми экспедиция болады. Алдымен Ақтауға барамыз. Содан кейін Стамбулға барамыз, балалар. Шынымен бе? Ja. Шынымен бе? Түркияға барамыз ба? Дәл өзі Делназ. Мәдениет министрлігінен біздің клубқа 4 баламен шетелге жолдама беріліп отыр. Тек 4 бала ма? Онда қалғанымыз не істейміз? Құстарға бақылап отырамыз ба? Жолдама өлкетану клубының үздік деген 4 мүшесіне ғана беріліп отыр. Оның алғашқысы бізде Арсен. Одан кейін Айша. Және біздің Әсем бар. Ал енді 4-ші үздік деп танылған өлкетану клубының мүшесі әзірге құпия болсын. Жарайды ма? Кішкене бір интрига жасап жіберейінші сендерге. Не деген Гүлбану апай? Сүлеймен патша сияқты құпия ұстайсыз ғой бәрін? О, чемоданды жинай берейін. Арсен, бірінші чемодан емес, бірінші карта, қағаз қаламыңды жина. Ал балалар, әзілдеріңді қалталарыңа әзірге салып қоя тұрыңдар. Жалпы сапарға дайындалуға сіздерге 2 апта уақыт беріледі. Сондықтан да мұқият дайындалыңыздар. Бұл шытырман оқиғаға толы және ғылыми саяхат болғалы тұр. Біздің апай ғылымның нағыз фанаты. Айтатыны ылғи осы, зерттеу, ғылым, өлкетану, тағы не бар енді? Одан да біздің жұмысымыз неге үздікте танылмады екен, мені сол ойландырып тұр. Маған бәрібір, мен Стамбулға барсам ата-анамен бара аламын. Сол айтамыз. Ұстаз, олар Стамбулға қалай барады? Алдымен Ақтауға пойызбен барамыз. Содан кейін ұшаққа мінеміз. Демеушілеріміз солай шешкен екен. Қызық, Стамбулға билет алып тұрғандай пойызбен жүргізбей бірден ұшақ қалмады ма екен? Қызықсың сенде, баратынына қуансаңшы, міне мен қаламын. Сонымен кішкентай өлкетанушылар, саяхаттауға дайынсыңдар ма? Кім ең алысқа тасты лақтырады? Мен лақтырсам, менің тасым Түркияға жетеді. Дәмесінің зорын желмен бірге өзің ұшып кетпетек. Бұл жерден ауасы ерекше. Тынысты ашады екен. Суға ұзақ қарап отырғым келеді. Балалар, теңізге тамсанып болдыңдар ма? Жүріңдер. Басқа жақты таныстырайын сендерге. Ұнады ма сендерге? Мына жақта тағы да күшті жартас бар. Соны көрсетейін сендерге. Балалар, бұл панорама жартасты соқпақ деп аталады. Жобаның авторы осы Ақтау қаласының тұрғыны Мұрат Сүйников. Бұл жерде 1000-нан аса баспалдақ бар, және де 24 айлақ бар екен.
ұстаз, мына жақта құрылысты қалай жүргізді? Ана жақта су, мына жақта жартас. Арсен дұрыс сұрақ қойып тұрсың. Жалпы бұл жерге ешқандай техника кіргізілмеген. Барлығы қолмен жасалған, қолмен тұрғызылған. Жалпы балалар, бұл жерге кешке келетін болсақ, осы жер ерекше әдемі болып тұрады. Ақтау қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы болып жарияланды, иә? Бұл жерде алдында білесіздер, иә, түрлі шаралар өтті. Ақтауда қандай рекордтар орнатылған білесіңдер ме жалпы? Жоқ. Бейсу сияқты. Алдында наурызда. Бұл жай сақина емес. Бұл бірдеңені шақырып тұрғандай ма? Қорқамын. Оны білесіңдер ме? Аружан! Қымбатты дос, бұл тағы да мен, өздеріңіз танитын Әсем. Нұрберген лақтырған жүзікті Аружан Каспий теңізінің жағасынан тауып алды. Жайық өзенінің Каспий теңізіне құятынын ескерсек, бұл жүзіктің қайдан шыға келгенін бағамдау қиын емес. Аружан, біз үшін бейтаныс қыз, біздің нағыз серіктесімізге айналды. 4-ші үздік оқушы осы Аружан. Ол ізгесуші. Болашақта детектив болғысы келеді. Агата Кристидің оқырманы. Демек, жайықтан келіп Каспийден жүзікке тап болуы тегін емес. Бұл сақинаның сиқырлы портал екенін білемін. Бірақ ол Аружанның қолында еш өзгеріске ұшырамады. Менің де. Біз басқа әлемге түсе алмадық. Яғни, порталға есік ашылмады. Қызық, жүзік неге тағы алдымыздан шықты? Айтпақшы, Аружан сиқырлы жүзікті көріп қатты шошыды. Өмірімде адамның олай шошығанын алғаш көрдім. Мен секілді, басымда мен де солай қорққамын. Енді оған да оңай емес. Білемін, оған бәрін түсіндіруім керек шығар. Не де болса, Стамбулдағы саяхат қызық болайын деп тұр. Ару, қорқыныш түсіріп бе? Тұрш. Сақинаны көрдім. Қорқынышты түсі көрдім, өзін түсінбедім. Түркия сағатымен таңғы 9. Бірақ мен миыммен ұйықтап жатыр. Арсен, шашыңда көпшіліктен жаңа тұрғандай дудырап тұр. Ол бәрін жатырыңдаршы. Осы фонмен бір фото. Инстаграмға 1000 лайк. Тағы да жарқырап тұр. Бұл мүмкін бе? Қымбатты өлкетанушыларым, дәл қазір біз Стамбулдың жүрегінде отырмыз. Яғни Гүлхане бұл жай ғана бақ емес. Бұл жерде білесіздер ме? Осман империясының сұлтандары, ханымдары серуендеген. Яғни Гүлхане тарихтың тынысы бар саябақ. Сонда ұстаз Сүлеймен Херем сұлтандар осы жерде жүрді ме не? Сол сериалды менің анам да көрген. Түрік сериалдарының фанаты. Мен де түрік актерларына ғашықпын. Серкан Болат па, Бурак па? Арсен, болды, қысқарт.
сендерге сөз бастап берсеңдер болды. Балалар, одан да тұрайық. Саябақты тағы да аралайық. Ойбай, көмектесіп жіберші кішкене. Рахмет. Ал кеттік балалар. Күн ысып кетті, я? Иә. Аружан, үйгенсізсің? Бірдеңе ойындап тұрсың ба? Жоқ, ештеңе емес, тек күн ысып кетті. Қыздар, мына жер сиқырлы сияқты. Кәдімгідей бірдеңе сезіледі. Егер біреу мында шығып кетсе, таныға алмаймын. Бұл бақша емес, квест сияқты. Арсен, егер сен жоғалып кетсең, біздің экскурсиямыз тып-тыныш өтетін сияқты. Не алғысың? Қандар ма? Иә. Қарындары қашты ма? Иә, ташты. Ашқарымен Стамбулда жүруге болмайды. Merhaba, kaç para? 50 lira. Hadi bakalım hazır ol ya. Hadi afiyet olsun. Каштанды тоқтамастан жеп тұрған түрің бар өз. Сау 10 килограмм кебаб әкетсеңдер, тоймайтын шығарсың. Қойындаршы, Түркияның дәмін сезіп жатырмын. Аружан, сен осы көп ойланып жүрсің, себеп бар ма? Жай, мен өзін осындаймын ғой. Бірақ жүзіктен қорқайын дедім. Жүрген жерінде ада деген сөз шыға береді. Бірақ мен оған мән бермеймін деп шыштым. Қарашы, Ая София қандай әдемі. Аружан, осынен қашаннан бері жанып белгі беріп тұр? Бір рет Каспийдің жағасында, ал және Гүлхания саябағында белгі берді. Уф, тағы басталды. Не басталды? Сен бұл жүзікке не істедің? Ештеңе. Неге олай дейсің? Той, не істесе екен? Қап, тағы да бәлеге қалдық. Бұл саяхат американдық горкадан кем болмас. Не болып қалды? Не етіп кеттің? Аружан, бұл жай сақина емес. Кез келген оқиғаға, шатырманға дайын бол. Не? Мен дайын болым келмейді. Әсем, Аружан, келсеңдер семеттеріңді алыңдар. Я, әйтпесе мен сендердігін жеп қоям. Вау, тамақ деп осынай. Жаңа ғана семетке той алған жоқсың ба? Семетке қарын тоя ма? Әні, біздің тапсырысымыз келді. Жүр, Арсен. Бұл күні біз Стамбулды ұзақ араладық. Гүлбану ұстаздың екі құлағы екі езуінде. Сөйлегенде аузы аузына жұқпайды. Әрсенге тамақ болса болды. Ал Айша байқампаз, ізденпаз, Осман империясының тарихын түгел жаттап алған ба өзі? Қысқасы, ол Гүлбану апайдың туп-тура көшірмесі. Болашақ ғалым. Ішіміздегі ең көңілсізі Аружан болды. Жүзікті тауып алғалы, түрлі түс көріп мазасыз. Оның үстіне теңіздің жағасына әр жақындағанымызда ада деген сөз кейде құмсағат, кейде биіктіктің символы көрініп, екеуміздің жүрегімізді шырды. Мұның бәрі серуеніміздің сиқын кетірді. Шым-шытырық, алаңсыз демала алмай жүрміз. Бірақ ең қорқыншысы бұл емес еді. Каспийден бері біздің соңымыздан бір сұр мырзалар әлде ханымдар ма қалмай жүргені көрінді. Бұл жай кейде соқтық емес сияқты.
балалар тамақ ішіп болғасын, қазір қонақ үйге барамыз. Сондықтан да тойып жеп алыңдар. Арсен, ас болсын. Балалар ас болсын. Рахмет. Сізге уақыт кассасынан хат келді. Мен X384 агентімін. Уақыт жинау кассасында сіз есеп ашуыңыз керек. Сіздер Стамбулдықсыздар ма? Мына жерге отыра қойыңыздар. Не айтып кеттіңіздер? Мені қайдан танисыздар, қайдан таптыңыздар? Біз Африкада да, Антарктидада бармыз. Қазақстанда ашылғанымызға 15 жылға жуықтапты. Уақыт жинау кассасында жай адамдар есеп аша алмайды. Тек қана ғалымдар ашады. Бірақ мен ғалым емеспін ғой, қарапайым ұстазбын. Сіздің әлеуетіңізді біз жақсы білеміз. Сіз нағыз ғалымға айналасыз, аңыз ғалым боласыз. Қызық екен, мұндай қырым бар екен білмейтін. Мұндай банк барынан да хабарсыз ба? Енді білесіз, сіз біздің тәртіпті тұтынушымызға айналасыз. Сонда қалай? Одан мен не ұтам? Сіз уақытты үнемдейсіз. Өмірдің үнемділігін ұғынуыңыз қажет. Сағатыңызды үнемдейсіз. 60 секунд 1 минут, 60 минут 1 сағат, 1 сағатта 3600 секунд. Өміріңіз 70 жыл болса, жалпы 2 миллиард 200 миллион 520 мың секунд болады. Бұл сіздің байлығыңыз. Бірақ сіз байлығыңыздың 30%-ын анаңызбен сөйлесіп, туыстарыңыздың тойына барып, бос құртып жүрсіз. Терезе алдында ойланып, 1 жылда 50 тәулікті. Телефон шықып тағы 2 айды бос тұрттыңыз. Бұл уақытыңыздың жартысы желге ұшты деген сөз. Сіз бұл уақытта текке құртпай, біздің жинақ кассасына салып қоя аласыз. Тұра тұрыңыз, сонда қалай? Менің таңертең 2 сағат далада серуендегенім. Одан кейін құрбыларымен анда-санда бір шай ішкенім. Сосын ата-аналарымен сөйлескенім. Мысықтарға тамақ бергенім. Сол уақыттардың барлығы сіздердің банктеріңізге кетеді ме? Иә, дәл солай. Біз уақытыңызды сақтаймыз. Орнына қаржы қайтарамыз. Сіз күнделікті өмірде тек ғылыммен айналысып, күлмей, ыдырмай, телефонға үңілмей, мақсат көзіңізге үйренесіз. Сізге кітапты жазу үшін, ғылыммен айналысу үшін, бос уақыт, өмір сүру үшін қомақты қаражат керек болып жүр ғой. Біз сізге сұраған қаржыңызды береміз. Сіз бізге бос уақытыңызды айырбастайсыз. Қызық екен. Ойланайын, иә? Естігеніңіз рас па? Бұл Агата Кристиның жанрында келеді. Басқаларға айтамыз ба? Меніңше жоқ. Ойланыңыз, біз асықпаймыз, күтеміз. Гүлбану ұстаз бұл нәрсесі қабыл алмас. Иә, ұстаздың күлмей бізбен сөйлеспей жатқанын елестетіп көрші, біртүрлі ғой. Әрине, бірақ бұл жайық бір нәрсені түсіндіріп тұр. Белгілер ада, күн сағат, биіктік. Бұның жай біздің жолымызға түскен жоқ. Енді мен қорықпай, қашпай, осының шешімін табамын. Гүлбану ұстаз өз уақытты сатып жібере алмайды. Біз көмектесуіміз керек. Құм сағатты түсіндім. Демек, Насыр мырза айтқан уақытпен байланысты. Алада, биіктік ше. Оны Арсен білетін шығар. Бұл мықты гений ғой, жүр сұрап көрейік. Арсен, осы ада деген сөз нені білдіреді? Ал биіктік не мағына? Түркіше ада деген арал. О, Ал биіктік символы оның қасында болса, биік арал. Ондай аралды мен білемін. Стамбулдағы ең ерекше жер. Қай киноны қарасаң да ең алдымен соның бейнесін көрсетеді. атын айтшы, ол қандай жер? Қыз күлесі. Стамбулдағы ең кішкентай арал. Өзім де сол жерді көргім келіп тұр. Кинодан қарағанша өз көзіммен көрген жақсы емес пе?
Мына жерде жанымызда тұрған Қыз мұнарасы бұл Стамбулдағы ең әйгілі жерлердің бірі. 1453 жылы 2 Сұлтан Мехмет Стамбулды жаулап алғаннан кейін мұнда келесі ғасырларда күзет мұнарасы, маяк және карантин орны ретінде қызмет еткен ағаш мұнара салынады екен. Мұнара алғашында жалпы ағаштан жасалғандықтан бірнеше рет өртеніп кетеді. Содан кейін 1720 жылы оны қайта тұрғызады, яғни тастан тұрғызады екен. Сөйтіп бірнеше жыл бойы түрме ретінде де қолданылған. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде мұнараны түгелдей жаңартып 19 ғасырдағы келбетіне қайта келтіреді екен. Содан кейін 20 ғасырда қайта әскерилердің, теңізшілердің меншігіне айналып, соңында әдемі тарихи мейрамханаға айналады. Сөйтіп, Ту, ұстаз, миым құртпай жатыр. Арсен, осы сен қойшы, тыңдағың келмесе құлағыңды жап. Ұстаз, қыз күлесі туралы аңыздар бар екен естіп едім, сол туралы айтып беріңізші. Стамбулдың сұлулығын паш ететін осы Қыз күлесі мұнарасы туралы жалпы бірнеше аңыз бар. Біріншісі патша және оның қызы Ханшайым туралы. Бірде көріпкел ханның қызы, яғни Ханшайымды 18 жасында жылан шағып өлтіретін болжайды. Енді оны естіген патша қызын қорғау үшін арнайы салатжақ жартастарының маңынан осындай әдемі қыз мұнарасын тұрғызады. Бұл жерге ешкім келе алмайды. Бұл жерде ханның қызы және оның күтушісі тұрады екен. Бірде ханның қызына, яғни жеміс толы себет әкеле жатырған кезде кеменің ішіне жылан кіріп кетіп, және жеміс толған себеттің ішіне кіріп кетіп, ханның қызын шағып алады екен. Сөйтіп, Ханшайым өзінің тағдырынан құтыла алмайды. Қабат деген ай, ажал жас па, кәрме, уақытқа қарамай ала береді екен ау. Жалпы балалар, осы қыз мұнарасы Ару сақина белгі бермеді ме? Бұл арал емес ау. Енді қай жер екен? Тағы Арсен сұрақ көрейік. Арсен, биіктік ада деген сен тағы не секілді? Ада арал, ал биіктік арал. Таптым, биік арал. Биік арал ол Бюкада. Стамбулда 9 арал бар. Оны Ханзадалар аралы дейді. Ең үлкені осы Бюкада. Миңнан айналай. Оны неге сұрақшытап кеттіңдер, қыздар? Ұстаз, ертең Бюк адаға барайықшы. Адаға! Түнде қалай ұйықтадыңдар, мен талып қалдым. Мен түнде ұйықтамай Бюкада туралы қысында ағадар мен қысында ақпараттар туралы іздедім. Оның бірі мынау. Ертеде осы бұл аралда Момо деген бала өмір сүріпті. Сосын күндердің бір күнінде сыр адамдар келіп, олар адамдардың бос уақыттарын ұрлайды екен. Олар өте қартаяды екен, күлкісінен айырылады екен. Бірақ оларда Момо деген бала өзінің мейірімділігімен жеңеді. Мен мұнда ертегіге сенбеймін. Бүгінгі аңыз деп санайтын күнде шындық, күнде қиялдар араласады. Енді пазл орнына түсті. Қалай? Символ. Сағат, биік арал. Сені еш ойландырмай ма? Я, дұрыс. Біз биік аралға барып, уақыт ұрлаушы сұр мырзаларды тоқтатуымыз керек. Асем, Не болды? сақина белгі бере жатыр. Тақ жалды. Демек, бағытымыз дұрыс деген сөз.
Ару, саған бір метр жемейсің бе? Айта бер. Бәрібір мына аралда Сұр мырзамен кездесіп тіресеміз екен. Ол оңай емес. Менің басымнан да бір рет өткен. Шошқаға да бір күн мейрам болу керек деп анам көп айтады. Стамбулға мынадай әдемі ғажап аралға келсек, алаңсыз қыдырайықшы. Ол уақытын сатып жүрген сияқты ғой. Қараш, жүрген жерінен кітап оқып отыра қалады. Күлмейді, біздермен де сөйлесуді қойған. Өзгеріп кеткен. Демек, біздің шаруамыз оңай болмайтын сияқты. Жақсы, қыдырсақ қыдырайық. Сұр мырзалармен соғысты сосын айластырамыз. Үстіне қолдан сақина бар қойып, керек кезде белгі береді. Сақина белгі бергенде сол кезде барамыз. Жақсы жүр, Арсенерге барайық онда. Ей, екеуің не істеп жүрсіңдер? Бірдеме жеп жүрсіңдер ме? Арсен, қараш, қандай тамаша жер, айнала көкпеңбек, әдемі үйлер, тамақтан басқа әдемі жерлерді де көрсеңші. Еркектің миы жұмыс істейді, есте сақтаңдар. Кеттік. Мені не айтады деп күтіп отырғаныңызды білемін. Қорқынышымыз рас болып шықты. Расымен Гүлбану ұстаз уақытын сатып жіберді-ау. Күлмейді, биік арал жайлы еш ақпарат айтпайды. Ал біз ұстаздың ештеңеге қызықпайтынын осындай күйін пайдаланып, әбден қыдырдық. Рахат, суға түстік, қуыспақ ойнадық. Аралдың ең төменгі нүктесінен бастап, ұшар басына дейін көтерілдік. Кенет қызығымыз су сепкендей басылып, Аружанның жүзігі жанды. Белгі бір үңгірді көрсетті. Бәріміз жапа тармағай сол жерге жетіп бардық. Қасымызда Айша мен Арсен де бар. Олардан ештеңе жасыра алмадық. Алдандырып айтатын сылтауымыз да қалмады. Оның үстіне ол екі гений онсыз да бірдеме сезіп жүр. Сақина көрсеткен жарықпен жүре бердік. Бір көне тасқа келіп тірелдік. Кенет Біз қайдамыз? Менің қолда шашық болып қайда ол? Арсен! жүріңдер, бізде миссия бар. Қайдағы миссия? Неге қайтейші? Арсен, тыныш. Мына жерде әлемнің мәселе шешіліп жатса, үйдейді ғой. Мені тыңда, жасұлан. Ту, Арсен, қорқпа, мистика. Сенбейсің бе? Ал мен сенем, қайта қатты қызығып тұр. Бұл тарих, бұл ғажайып, керемет қой. Дәшінді детей, бұлаған оқу өтіп кеткен. Мына биші қыздар кім? Бұл жерде бір гәп бар. Бәлкім сиқыр жатыр. Не болса да барып көрекші. Шақырдыңыз ба? Я, сен Бейбарыс Сұлтан, Ертұғырыл Гези және Берке хан туралы не білесің? Берке ол Шыңғыс ханның немересі. Ал Бейбарыс Қыпшақ даласының құл болып кетіп, Араб жазирасын осында ұстады. Ал Ертұғырыл осы екі хан тұсында дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Кезінде Бейбарыс Сұлтан мен Берке хан Ертұғырыл Гезиге арнайы құм сағатын сыйлайды. Ол құм сағат жай сағат емес, ол ерекше қасиеті бар сағат. Қыпшақтардың аманаты, уақыт сағаты. Жүр мен саған толық түсіндірейін. Қазір бұл сағат Белер бей мұражайының маңына көмілген. Сол сағаттың ішіндегі сиқырлы құмнан парша-парша 7 бұйым дайындалды. Ол 21 ғасырда Қыпшақ даласында өмір сүретін 5 адамның қолында бар. Оны өзге мақсатты көздейтін басқа планеталық сұр адамдар қолға түсіргелі жүр. Бұл 7 бұйымды сұр мырзалар сендерден бұрын тапса, адамзаттың уақытын тағы ұрлайды.
Жалпы осы уақыт ұрлау қыпшақтар кезеңінен басталды. Сұрадамба туралы білеміз. Біздің Гүлбан ұстазымен сөйлескен естіп қалдық. Сіздің ұстаз Қыпшақ жерінде қазба кезінде бір бұйымды тауып алды. Сол секілді 7 бұйым 7 адамның қолында жүр. Екеуі осы Стамбул қаласында. Ал қалғандарын өздерінің Қыпшақ даласынан іздеңдер. Тек ұмытпаңдар, сендердің қолдарындағы жүзік, сиқырлы жүзік, әлемге қауіп төнгенде ғана су бетіне шығады. Ол сендерді таңдады. Біздің Гүлбану ұстаз Сұрмырзалардың жетегінде кетті ау. Олай емес. Қыпшақ бұйымы ұстаздарды қорғап тұр. Бірақ та Сұрмырзалардың балаларға ешқандай қауіпі жоқ. О май гад! Көрдің бе? Тамақтан да басқа маңызды мәселелер де бар. Әрине білем, ойнап жүрім ғой. Бәсе. Билер биге және Қыпшақ даласына қайта оралыңдар. Бұл жерде ғұндармен де байланысты тарих жатыр. Бәлкім Атырауда, бәлкім Еуропада. Артефакттар әр қиырда. Не көп, ел көп. Мұны қайдан білеміз? Сиқырлы жүзік жанат. Сұрадамдар қазір жердегі адамзаттың барлық уақытын алып өз планеталарына жиып жатыр. Қазір жер өз осінен 24 емес 17 сағат айналады. Адамдар тіпті қартайып үлгермейді. Түсіндік, Қыпшақ қызы. Бәсе, таң атады, кеш батады. Содан екен ғой. Әуелі телефоныңды қой, смартфоннан көз алмаған соң уақыттың тез өткенін білмей қаласың. Көп сөзді қойыңдар. Кет. Балалар, келдіңдер ме? Сонша шашып қайдан келдіңдер? Апай, сіз бізді іздеген. Жоқ, іздеген жоқпын. Бір арал ғой. Бәрібір бір айналып қайта келетіндерімді білгем. Сіз мына жақта өмірлік мәселе шешесіз. Сіз мына жерде рахаттанып ғой. Ұстаз, сіз Стамбулда танымайтын адамдармен сөйлестіңіз ғой, кім ол? Оны өзім де түсінбедім. Бір қызық ұсыныс айтты, бірақ айтқандары көңілге қонбады, миға жатпады. Құдды бір мен туралы бір телебағдарлама болады ғой. Әлгі сен алдандың деген телебағдарлама бар ғой. Соны түсіріп жатқандай сезіндім. Айтқандары көңілге қонымсыз, ақылға сыйымсыз болғандықтан олардың ұсынысын қабылдамадым. Әлде маған біреу пранк жасап жүр ме екен, а? Сендер ме балалар? Деп Біз айтайын. емес, дұрыс ұстаз, қабылдамаңыз. Ай, Әрсен, неге олай дедің? Жай ұстаз, сіздікі дұрыс дегенім ғой. Осы өміріңізге мәз болып жүрмеңіз. Ұстаз, ертең Билербей сарайын көргім келеді. Мен сендерге долма бақша жайлы айтқым келген. Билербейден бұрын, одан да мен сіздерге оның атасы долма бақша жайлы айтып берейін. Жарайды ма? Сол кездегі провинцияларды басқарған ең жоғарғы лауазымды адамдардың атағынан шыққан екен. Бұл Босфордың жағалауында орналасқандықтан толқынның әдемі үнін естуге болады. Және де бұл сарай Еуропа мен Азияның символдық нүктесі болды. Сарай Босфордың жағалауында орналасқандықтан толқынның әдемі үнін естуге болады. Қош келдіңіздер. Бүгін сіздерді Сұлтан Абдул-Азиз заманында салынған жазғы резиденция Билербей сарайымен таныстырамын. Жүріңіздер. Бұл жерде Осман сұлтандары жүрген. Сондықтан сендерге керекті жәдігерлер кездесіп қалуы мүмкін. Тезірек фотоға түсірейін. Фотоңды қойда ақпарат тыңда.
Сақинаны байқашы, жарығы күшейіп барады. Иә, мына жақты көрсетіп тұр. Сарай ішінде Халид белгісі деп аталатын зал бар. Ғимаратқа осы зал арқылы кіреміз. Сүлейменнің құрметті қонақтарын қабылдаған орны деп саналады. Қабырғада вақыт аманаты деген көне жазу жасырылған дейді. Жүріңіз көрсетейін. Өткене баба айтылған сөзі ғой. Қабырғаға тұқ сығып көрейік. Бақшадағы ағаш пен өсімдіктерге назар аударайық. Өйткені баба сарайдың маңында жәдігер күнгенін айтты ғой. Онда мен Гүлбану ұстаз бөгей тұрам, сіздер жей беріңдер. Ұстаз, тамақты көп жеп қойған ба, Арсеннің іші ауырып тұр. Ол дейтін, ол өзі жалғыз жей алмайды, қорқып тұр. Сондықтан оның қасында Әсем мен Ару бар. Біз экскурсияны бастай берейік, олар соңымыздан келеді. Ай, Арсенай. Ішің ауырса, аузын тый деген. Одан да Гит апайды күттірмей-ақ, біз екеуміз аралап шығайық, өздері келе қояйық. Сақина жарылған басылды. Демек дұрыс ізбен келдік. Мына жақта қарайықшы. Шеңбер мен сағатқа ұқсас белгілер болу керек. Қарым ашты, басым істемей тұр. Шыдай тұр. Мына жазуға қараш. Сәл кешімеден хақиқатты біл. Уақыт өтпей тұрып, шындықты тап. Уақыт демек құм сағат ба? Мына комната не бар екен, түсініксіз. Индиана Джонстың түсіне кірмеген шығар. Мынау құмсағат. Бірақ жай құмсағат емес. Ішінде құм орнына жарқыраған ұсақ кристалдар бар. Төңкерсең, жарық өзгереді. Бұл ең басты артефакт. Уақытты ұстайтын құрал. Жасыр, құмсағатты да өзіңді. Осы Арсеннің іші ауырмаса, біз оны таппас едік қой. Сыйақы ретінде маған 2 табақ ас аласыңдар. Бас табақ па, бала табақ па? Наварықтағы келді ма? Арсен, ұстазға не деп айтамыз? Ол агент туралы ештерсе білмейді ғой. Меніңше айтуымыз керек. Сүр агенті айтпасақ та артефактын көрсін. Ғалым ғой. Бәлкім бір білері бар шығар. Балалар, бұл музей жәдігер емес-ау? Бірақ бұл деген белгісіз жолмен бір заманда осы жерге түскен екен. Балалар, мұны ешкімге бермейміз. Алдымен мен зерделеп көрейін. Жарайды ма? Шұжықлар сарай ішін көрмей ма, ханым? Сарайды аралап шығасыңдар ма? Жоқ, менің қарнымнан шықты. Жақсы, Арсен, сенің айтқаның болсын. Бірінші Мысыр базарын аралаймыз, балалар. Содан кейін қазақтар шоғырланған аудан бар. Соған барамыз. Ханым, бұлар әзірге тарих саяхатын емес, тамақ саяхатын қалап тұр. Тарих құпиялары таусылмайды, ханым. Сіздерге қызықты саяхат тілеймін. Көп рахмет сізге. Мен үшпен даршын араластырып, сэндвич жасағым келіп тұр.
мына сақина ана дүңгіршекті меңзеп тұр. Мен құмсағат шеберлерінің ұрпағымын. Іздеп жүрген жерің нұрлы құмыра болар. Ол осы базардың жүрегінде, бірақ табу үшін жұмбақ шешесіңдер. Даршын мен зире қосылғанда бірге, биіктік пен уақыт пен шешіп көрші, қане. Жоғары галерея, 3-ші дүңгіршек. Бірақ сақ болыңдар, сұрлар да сол бағытта жүрген болар. Даршын синамон, зире химион, екеуі қосылатын қоспа түрік асханасында бехарат деп аталады. Ал биіктік аралымыздағы белгі. Даршын зире қосылғанда момо шайы деп аталады екен. Қараға жүргізетін жер қайда? Осы жер. Я, дәл өзі. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ne arzu edersiniz? Çaylar var, lokumlar var. Bizim Türkiye'de o sümer. Mırzalar. Eski dostlar Gribinleri tanıyor. Koşun çocuklar, koşun. Арсен! Туй! Арсен! Қайда кетті? Арсен! Арсен! Ту, Арсен, қайдасың? Арсен! Арсен! Шашы бұйра баланы көрген жоқса? Арсен қайда кетті? Білмеймін, соңғы рет бір донермен бір семет алып келуге кетеді. Сол донермен бірге жоғалды ғой өзі. Арсен емес, Арсен болды ғой. Баладар, кешіріңдер, сіздерге көмек берелем ба? Біреуді арап жүрсіздер ба? Я, біз бір досымыз жүрдік. Аты Арсен. Өзі қазақ, түрі европалық. Шашы бұйра, қарны ашса, түріне ұқсамайды. О баланы мен көрдім. О қазақ мейрамханасында, қазақ жерінде ет сұрап отыр. Жүріңдер балалар. Жүр. Осы жақтан бағай көргеніңіз? Я, мына жерде. Сол Арсеннің дәл өзі сияқты. Мына бала ма? Дәл өзі. Арсен! Рахмет, ағай. Көп рахмет сізге. Сау болыңыз. Балалары, мен мына баланың табылғанына қуаныштымын. Көп рахмет бәрдеріңе. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Енді мына жер Зейтун молы, мына жер қазақтың болған жері. Сау болыңыз, рахмет ағай. Жолыңыз болсын, аман жүріңіз. О, шырақтарым, Стамбулда отырып, Атырау дәмін татқан қандай керемет. Біз сені өлі көшіріп іздеп жүрсек, мынаның қайғысы қызымен жайы екен. Ешкімге айтпай, өз бетінде мейрамханада не істеп жүрсің? Біз сені жоғалып кетті ма деп жүрсек? Мен жоғалмайым. Ет менің GPS-ім. Болды, қарныңды тойырсаң, енді елге қайтамыз. Елде бізді күтіп тұрған 5 артефакт бар. Балалар, осында отырып, елдің дәмін сезінейік. Арсен саған. Кім шай ішеді? Құйын ба, Айша, Аружан? Ал енді ет жеңдер. Сен бізді екінші рет шошты ғой, Арсен. Найсты сағынған екенбіз. Елдің дәмі, елдің иісі. Уф, тоймаған сияқтымын. Екінші табақты әкеліңдер. Зейтін бұрны бұл Стамбулдағы кішкене Қазақстан. Мұнда көп қазақ диаспорасы бар. 1930 жылы және 1990 жылдары көшіп келгендер бар. Енді ауданның қақ ортасындағы қазір біз келе жатырған 58-ші бульвар солардың басын біріктіретін отбасылық жиыны сияқты. Айша, қарасы, на жердегі апаны көріп тұрсың ба? Сол Семейден көшіп келген. Ал Арсен, қараш, ана
жердегі ағаштың қасындағы апа ол Моңғолиядан көшіп келген қазақ. Сондай-ақ Алтайдан көш аударған Стамбулдың байырғы тұрғындары да бар екен осы жерде. Қазағымыз 1950 жылларда келген әкелеріміз. 78 жыл болды. Біз осында тудық. Үйде қай тілде сөйлесесіздер? Екі тілді. Түрк тілімен, қазақ тілімен. Немерелеріңіз, балаларыңыз қай тілде сөйлеседі? Олардың бәрі түрк тілі, түрк садайды. Бізге қандай тілектеріңіз бар? Елімізге, жұртымызға пайдалы бір қыз бала болыңдар. Мемлекетке пайдалы болыңдар. Денсаулықтарың мықты болсын. Әумин, рахмет, айтқаныңыз келсін. Әлемде өте маңызды, бірақ күнделікті байқалмайтын бір құпия бар. Бұл құпия уақыт. Уақытты өлшеуге күнтізбе мен сағат бар, бірақ оларда көмектеспейді. Өйткені барлығы біледі. Бір сағат мәңгіліктей көрініп, өтіп болмайды. Кейде бір сағат бір секундтай өте шығады. Бәрі сол сағатта не бастан өткергеніне байланысты. Уақыт бұл өмір, ал өмір жүректе мекендейді. Мұны сұр адамдар жақсы түсінді. Бір қорқыныштысы, осы сұр мұрзаларға уақытын сатқан адамдардың қазір беттері қаралы, шаршаған. Олар әңгімелей алмайды, армандай алмайды. Тыныштықтан қорқады. Олар үнемдеген уақытта жайлы өмір сүре алмайтынын түсінеді. Бар білетіні жұмыс, жұмыс және жұмыс. Ең қарапайым жымиюға да уақыт жоқ. Біздің күресіміз мұнымен біткен жоқ, жас дос. Енді Қыпшақтың байырғы мекені Атырауға барып, 5 артефакты табуымыз керек. Келіңдер балалар. Жарайсыңдар зерттеушілерім, 2 бөлік бір-біріне қосылды. Енді 5-еуі қалды. Жалпы, маған сұр мұрзалар туралы айтқандарың жақсы болды. Әйтпесе, оларды кездестіргелі өзім де біртүрлі болып жүредім. Ең маңыздысы, біз бірге болдық. Біз бір топпыз. Мен бәрімізді аттарымызды жаздым. Осы саяхаттың әр күн белгіледім. Естен ұмытпау үшін. Атырауға келгесін Агата Кристин жорықтарын жалғастырмаймыз ба? Не? Ештеңе жай. Балалар, ең үлкен сый бұл білім мен достық. Стамбул сендерді естерінде сақтайды. Ал сендер Стамбулды жүректерінде сақтаңдар. Жарайды ма балалар? Келіңдер. Қазір сенің қарның тойындырамын сосын.